Сәлем достар, бүгін біз муравейник тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен печеньеларды қолмен үгітіп аламыз. Вареная сгущенканы салып, араластырып, оған 2 ас қасық сметана қосамыз. Осы массаға 100 грамм сары май қосамыз. Жақсылап араластырып, жаңғақтарды қосамыз. Әркімнің өзінің талабына қарай қосса да болады, және қоспаса да болады. Осы дайын болған массаны жаңаға үгітілген печеньеларға қосып, жақсылап бір келкі араластырып аламыз. Шоколадты терканың кішкентай жағымен үгітіп аламыз. Сол кезде біздің жаңағы шоколадтарымыз кішкентай ұсақ-ұсақ құмырсқаларға ұқсайтындай болады. Енді жаңағы массамызды тарелкаға салып, оның бетін шоколадпен безендіреміз. Міне достар, біздің муравейник тортымыз 10 минутта дайын болды. Енді біз бұны тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Достар, менің каналыма лайк басып жазылып қойыңыздар.